Табиғат бізді таңғалдыруын тоқтатпайды. Бұл жолы біздің басты кейіпкеріміз қармақшы балық. Теңіз түбінде жарық аз болғандықтан еркек қармақшы балық иісі арқылы ұрғашысын іздейді. Ол тапқан кезде ұрғашының денесінен тістеп, оған жабысып алады. Содан кейін еркектің денесі баяу ұрғашының денесімен бірігіп кетеді. Оның қан тамырлары ұрғашының қан айналымымен қосылады. Сөйтіп ол енді оның денесінің бір бөлігіне айналады. Нәтижесінде ұрғашының денесінде бірнеше еркек балықтар өмір сүре алады. Олар тек сперма өндіру үшін сақталады. Ұрғашы дайын болған сәтте сол денесінде жабысып тұрған еркектер арқылы ұрықтанады. Егер еркек балық ұрғашыны сол күйі кездестіре алмаса, онда ол өліп кетеді. Олар өздігінен өмір сүре алмайды, ұрғашының денесіне жабысып қоректенеді.